Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай өте керемет дәмді карамельді пирог дайындайтын боламыз. Осы видеоны аяғына дейін қарап, осы пирогты жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ал бастайық. Ең алдымен осындай бөлме температурасындағы сары майымызды ыдысымызға салып аламыз. Үстінен қант қосамыз. Вилкамен бір келкі етіп араластырып шығамыз. Менде осындай масса болып шықты. Енді осы массаның үстінен бір жұмыртқамызды қосамыз. Тағы да жақсылап араластырып шығамыз. Ұнды ситадан өткізіп алдым. Үстінен бір шай қасық разрыхлитель қосатын боламыз. Жақсылап араластырып шығамыз. Ұнымызды үстінен қосатын боламыз. Мен аз-аздан осылай қосып, венчикпен араластырып шықтым. Енді барлығын біріктіріп, қолмен жұмсақ қамыр илейтін боламын. Үстінен ұн сеуіп жіберсеңіздер болады. Осындай жұмсақ қамыр болып шығуы керек. Менде осындай жұмсақ қамыр болып шықты. Енді формамызды алып, менде осындай домалақ, диаметрі 26 см. Қамырымызды салып, қолымызбен бір келкі етіп, формасын шығарып алатын боламыз. Қолдарыңызға жабысып жатса, осылай үстінен ұн сеуіп жіберіп, формасын шығарсаңыздар болады. Мен осылай жасап шықтым. Міндетті түрде осылай бортиктарын жасап шығамыз. Менде осындай форма болып шықты. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Бізге вареный сгущенка керек, оны ыдысымызға салып аламыз. Үстінен 20% қаймақ саламыз. Екі жұмыртқамызды саламыз. Енді барлығын венчикпен араластырып шығамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осындай масса болып шығу керек. Салмамызды формамызға құйып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған 170 градустағы пешімізге 40-45 минутқа пісіріп аламыз. Бізде осындай керемет пирогымыз дайын болып пісіп шықты. Пирогты толықтай суыған соң формадан босатасыздар. 2 сағаттай бөлме температурасында суытсаңыздар болады, немесе 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қойсаңыздар болады. Осындай өте дәмді керемет болып шығатын карамельді пирогты дайындап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлвера.